Қасқырдың өзге аңдардан дара, олардың ешқайсысына ұқсамайтын қасиеттері көп. Мұны қазақ жақсы білген. Қасқыр ешқашанда екі рет жұп құрмайды. Терісін тірідей сойып алсаң да қыңсылап дыбыс шығармайды. Қаншығы, яғни құртқасы, өмірінде бір-ақ рет бөлтіріктейді. Күшік кезінен асырасаң да құйрығын бұлғаңдатып еркелемейді. Иттің иесі болғанымен бөрінің тәңірісі бар. Жазда тауға, қыста жазыққа ұмтылады. Бөлтірік десе, жанындағы елді мекендердің малына шаппайды. Қазақ қасқырдың атын атамаған, құтырып кетеді деп ойлап, ит-құс деп атаған. Қасқырдың терісіне жасалған ішікті белсіздікке ұшырайды деп жас жігіттерге кигізбеген. Қасқырдың ішігін жамылған адамды боран болсын, ызғар болсын ала алмаған. Қасқырдың терісін 1-2 сағат бөстек қылып отырсаңыз, күні бойы денеңіз қызып жүреді. Терісін аяқ киімге ұлтарақ қылып салсаңыз, табаныңыздан еш уақытта суық өтпейді. Қазақ бөріні киелі деп пір тұтқан. Қазақ халқы көне заманнан байрағына көк бөрінің бейнесін бейнелеген. Қасқырдың жүрегімен баланы ауыздандырса, ол бала қасқырдай алғыр, әрі тегін болмайды деп ырымдаған. Қасқырдың тісін, тырнағын адам баласы бойтұмар қылып тағып жүрсе, тіл көзден ада болады деп ұққан. Әйелінің аяғы ауыр кезде, ер адам түсінде көк бөрі көрсе, онда ол текті бала туады деп жорыған. Қасқырдың нәжісі жатқан жерге бұралқы иттер, тағы басқалар жоламайды. Қасқыр еш уақытта иттің күшігін бауырына баспайды. Ал ит қасқырдың күшігін бауырына баса береді. Қазақ тектілері әртүрлі жағдайларға байланысты кейбір азаматтардың нағашысының қолында болып, кейін өз жұртына келсе, ит емген, сүт емген деп атаған, яғни екі киелі әруақты емген. Қасқырдың асығы мен иттің асығы бір-біріне ұқсамайды. Ұйлыққан қасқырды қазақ атпаған, өршелеп кетеді деп ойлаған. Жазатайым атып қалса, екеуін де атып алуға тырысқан. Өйткені біреуі аман қалса, сол күннен бастап сол ауылдың малына, жанына шабуыл жасаған. Атқан аңшының малынан бөлек бала-шағасын қырып кетуге тырысқан. Қасқырдың терісін илеп, қайнаған суға бірнеше рет салсаңыз да, өзіне тән иісі ешқашанда жоғалмайды. Қасқырды қазақ халқы ешқашанда азаптап өлтірмеген, киесінен қорыққан, құрметтеген. Егер де азаптап өлтірсе, жамандыққа ұшырайды, немесе ұрпағына зиян келеді деп ойлаған. Өмірде қасқырдай айлакер, ұйымшыл, ақылды жыртқыш жоқ. Қасқыр қыста боранды күндері күніне 100 шақырымнан астам жортады. Аңшылар қасқыр аулауға шыққанда мылтығының ұңғысының аузын жауып қоятын болған. Себебі қасқырлар неше шақырымнан болса да мылтықтың иісін сезіп қояды. Қасқырдың тісі тиген, қасқыр талаған малды қайта қатарға қосылмайды деп сойып тастаған. Қасқыр малдың ұлығы түйеге тиіспеген, киесін таныған. Егерде түйе шөгіп жатса, үстінен секіріп өткен. Бөлтірігіне тамағын құсып берген. Бір топ болып өтсе де, яғни үйір болып бір ізбен жүрген, соқпақ жасамаған. Әзірет әлінің күші жетіге бөлінсе, қазақ халқы біреуі қасқырдан деп ұққан. Қасқырдың тісі тік болмайды, айқасып қалады. Тым қатты шыққанда аузын ашып жүреді, өйткені жағы қарысып қалады. Аңшылар қасқырды қуғанда бір жағынан қуған, әбден шаршағанда екінші жағынан ұрып алған. Себебі қасқырдың мойны да бұра алмай,
қарысып қалады. Қасқырдың ішігін киіп атқа жақындаса, ат үркіп мінгізбей қояды. Қасқырдың көзі өте өткір болады. Түнде шамсыз да қып-қызыл болып жанады. Қасқыр дыбысты 10 шақырымнан естиді. Иісті түгел ажырата алады. Жаны қысылғанда 2-3 метр биіктіктен секіріп өтіп кете береді. Үйірді бастап жүретін арландары болады. Сарыған тезек тастаған жеріне 3 немесе 7, 14, 21 күнде әйтеуір бір соғады. Және ескі қораға, құдық қыстауға бір соқпай кетпейді. Аңшылар осыны біліп, дәл сол жерлерге қақпан қойған. Бөлтірігін туарда апанын судан қашық қылмайды. 2-3 шақырымдай жерден қазады. Жаңадан туған соқыр, майтабан, қарақұлақ, бөлтірік, көксерек деп атайды. Қатыгезін қорқау, бөрі, кейде шөгел дейді. Терісін сыпырып алғаннан кейінде етіне шыбын-шіркей қонбайды, құрттамайды, қатқан болып жата береді. Иісін сезген бірде-бір аң еттің маңына да жоламайды. Иттер қасқырдың өлексесі бар үйдің маңынан аулақ жүреді. Қасқырдың терісін сыпырсаң да, тектілігін сыпыра алмайсың деген ата-бабаларымыз. Қорасына ала арқан келген ата-бабаларымыз малға шаппайды деп ырымдаған. Қасқыр боранды күні құтырған. Қасқыр ешқашанда өлексі етті жемейді. Тек балғын жас етті жеген. Ұстап алған жемтігімен ыстықтай қоректенген. Бір жегенде 10 келідей ет жеген. Ауа райы жайлы болса, қасқырлар орман ішінде 9 километр жердегі дыбысты ести алады. Ал ашық далада 16 километр қашықтағы дыбысты құлағы сезеді. Қасқырлар құрлықтағы жыртқыштар. Қасқырлар жүзе алады, және олар 13 километр жүзе алады. Жер бетінде ең көп таралған жыртқыш сүтқоректі ол қасқыр. Қасқырдың бөлтірігінің көздері жаңа туған кезде көк түсті болады. Тек 8 айдан соң ғана көздері сарғыш тартады. Қасқыр күшіктерін 65 күнде туады. Бөлтіріктер соқыр, саңырау болып туылады. Ал салмағы небәрі жарты килограмм болады. Европа елдерінің тұрғындары қасқырдың бауырынан арнайы ұнтақ жасап шығарды. Соның арқасында босану кезіндегі ауырсынуды жеңілдету мүмкіндігі пайда болды. Қасқырдың көздері түнде жарқырап тұратын шағылысатын қабаттан тұрады. Қасқырлар дыбыстарға қарағанда қозғалыстарға көбірек жауап береді. Қара қасқырлар үй иті мен сұр қасқырды жұптау барысында пайда болды. Қасқырлардың өлімге әкелетін айқасы бірнеше үйір бір аумақта кездескен кезде басталады. Қасқыр өз жұбына өлгенше адал болады. Үйір соңында қасқырдың бөлтіріктері және кәрі қасқырлар жүріп отырады.